Нұрдәулет, сәлем. Менің есімім Мөлдір. Мен саған қазір бірнеше сұрақ қоям. Тек шынайы жауап беремін деп уәде бересің бе маған? Иә, уәде беремін. Қысылмай еркін отыра бер. Президент деген кім сенің түсінігіңде? Қалай ойлайсың? Президент деген ол мен өзім үшін әкім. Президент деген әкім. Ол бір елді басқарады. Президент қандай болу керек? Ол бір нәрсе жетіспейтін жерлерге анандай цементтерін құйып, жолдарын салып беріп, свет, газ бәрі болу керек, өзім ойымша. Мысалы, сен президент болу үшін не істеуің керек? Қалай не істесең сен президент болып кете аласың? Оның басында оңай емес, сабақты жақсы оқу керек. Күнінде 5 алып, сабақты қызыл дипломмен бітіру керек. Солай ойлайсың, иә? Біздің Қазақстанның президенті кім? Танисың ба жалпы? Иә. Кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ал жаңа сен айтқан қасиеттер, сен айтқан жаңағы әдеттер сол кісінің бойында бар ма? Сәл бар. Сәл бар. Ал президент деген кім екен білдік. Депутат деген кім? Депутат деген ол орынбасар сондай. Орынбасар. Мысалы, сен депутат болдың деп есептейік, ойлайық. Бірінші жұмыс күнің келіп отырсың, не істейсің? Депутатсың. Не өзгертесің? Жұмысың қандай сенің жалпы депутат болғанда? Мен жұмысым Былай көргенсің ба өмірде депутаттарды? Олардың не істеп жүретінін, қандай, түрлері қандай? Көрмегенсің. Ал мысалы саған бір мүмкіндік туды. Қасым-Жомарт Кемелұлымен кездестің, соның қабылдауына сен шақырдың. Нұрдәулет, кел маған өзіңнің өтініштеріңді айт, пікіріңді айт деп сен шақырды. Сен не айтасың ол кісіге? Мен ол кісіге біздің жолымыз тас соны асфальт құйдырсын. Сол. Асфальт құйдырса болды, иә? Басқа проблемаң жоқ қазір. Ал әкім деген кім? Әкім деген ол орын анандай сайлайтын адам. Кім сайлайды әкімді? Әкімді президент. Әкімдер не істейді өзі? Әкімдер Қайда жүреді? бір мекемеде отырады. Сөйтіп олар не істейді? Олардың жұмыстары бар. Енді саған түсініктірек болу үшін мен былай сұрақ қояйын. Мысалы, дәрігерлер емдейді, иә? Олардың жұмысы емдеу. Мұғалімдер сабақ үйретеді, оқытады. Ал әкімнің жұмысы не? Олар не істейді? Мысалы, бір күн жұмыс күні қалай өтеді деп ойлайсың? Олардың жұмысы не жалпы? Жұмысы қандай екен білмеймін, бірақ олардың жағдайлары жақсы. Жағдайлары жақсы. Дұрыс айтасың. Жұмысы не екенін білмейді ешкім, бірақ жағдайлары жақсы. Ол дұрыс. Күнде жағдайлары жақсы болады. Жұмыстары жақсы. Өтеді күндер. Жақсы өтеді, иә? Қиналмайды, жақсы жүреді, иә? Салқын жерде. Жағдайлары да жақсы екен. Әкім болғың келе ма сенің? Сәл. Сәл болғың келе ма? Сәл деген қанша? 50%. Неге 50% болғың келмейді? Жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Оның жұмыстары көп болады. Көтеріліске де шығып кетуі мүмкін, дұрыс істемесем. Сол жақ қорқынышты, иә? Сол жақ кішкене қауіпті. Көтеріліс болған кезде солдаттар кіргізбей тұрады. Адам ол кезде көп келеді үйлерінен. Жалпы қалай ойлайсың? Әкім, депутат немесе президент болған жақсы ма? Рахат жұмыс па? Иә. Болғың келе ма? Сен кім болды армандадың кішкентай кезінде? Актер. Актер? Актер болғым келеді. Жарайды. Әлемге танымал болғым.
арманыңа жет. Енді бір сұрақ, қалай ойлайсың, парақорлық деген сөзді сен қалай түсінесің? Парақорлық? Параны адамдар бір-біріне не үшін береді? Дос болғаны үшін. Дос болған үшін? Сен достарыңа пара бергенсің ба? Пара не екен сәл білмей тұрмын. Бірақ естуің бар. Қандай жағдайларда естуің? Қандай сенде ойыңа не келеді пара деген кезде? Достық. Достық келеді. Мә, сен ерекше ойланады екенсің. Пара, достық дейсің ба? Жарайды. Енді елестетіп көр. Сен лотереядан 1 миллион теңге ұтып алдың. Сол кездегі бірінші іс-әрекетің қандай болады? Ақшаны алдың, қайда жұмсайсың? Мен анамды Меккеге апарам. Өзім машинағынан адамды Меккеге апарған жақсы. Өзіңе алмайсың, анаңның Меккеге баруына жұмсайсың. Шынында айтып тұрсың ба? Саған одан басқа еш нәрсе керек емес па? Телефон, жаңа компьютер, аяқ киім, доп. Меккеге апарсаң, сол жетеді саған. Иә. Жауап бергеніңе рахмет, сау бол.